Жаңаөзендегі оқиға кезінде қаза тапқандардың отбасына 1 миллион жарақат алғандарға 500 мың теңге көлемінде өтемақы төленеді. Бүгін Мұнайшылар қаласына келіп жергілікті жұртпен кездескен Самұрық-қазына әл-ауқат қорының басқарма төрағасы, үкіметтік арнайы комиссиясының басшысы Өмірзақ Шүкеев осылай деді. Жаңаөзеннен Дархан Әбдуахит хабарлайды. Үкіметтің мұнайшыларды жұмысқа орналастыру туралы ұсынысын қабыл алған тұрғындар бар. Мұны бүгін барлау өндіру компаниясының басшысы Алик Айдарбаев жеткізді. Еске сала кетейік, Жаңаөзенге елбасының сапары кезінде жұмыссыздардың мәселесін толық шешу үшін өзен мұнай газының қасынан өндіріс орны ашылатынын айтқан болатын. Бұдан бөлек Жетібайда тағы бір мекеме құрылады. Сонымен қатар индустриалды инновациялық бағдарлама бойынша басқа облыстарда ашылып жатқан кәсіпорындардан жаңаөзендіктерге орын беріледі. Жұмысқа шығыңдар деп жатырмыз. Кешегі біз ұсынысымызды бердік. Керек болса оқытайық, керек болса жұмыс берейік, керек болса жаңа технологиялық фирма құрайық, басқа жерге оқимын десеңдер, барып жұмыс істеймін десеңдер, оны да жасайық деп жатыр. Бүгінгі кездесу кезінде Жаңаөзен тұрғындары елбасына тағы бір өтініш білдірді. Олардың айтуынша қаладағы коменданттық сағатты белгіленген мерзімнен ерте тоқтатпау қажет. Қалашылық тәртіпті нығайту және жалпы тұрақтылықты сақтау арқылы тұрғындар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілген төтенше жағдайды мерзімнен әрі қарай созуды өтінеміз. Тағы бір жаңалық, халықтың мұң-мұқтажын үкіметтік комиссияға тікелей жеткізіп отыратын қоғамдық топтар құрылады. Халыққа баруымыз керек. Адамдарға түсіндіру керек. Неге бір бұзыққа бұл жақта қалмау керек. Бәрдеріміз бірігіп, бір адам ұстап, қол ұстасып жұмыс істеуіміз керек. Сонда тәртіп болады, сонда қаламыз да өзгереді. Біз де өзгереміз қаламен. Соған бәрдеріңізді шақырамын сіздерді. Бұл бүлінген заттардың бәрін орнына келтіреміз. Қалада басқа жаңағы заттардың бәрін шешеміз. Қазір қаланы қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Жылдың аяғына дейін зақымданған бүкіл полиция бекеттері, келесі жылдың наурызына дейін жергілікті әкімдік сияқты маңызды нысандар пайдалануға беріледі. Ал коммерциялық ғимараттардың құрылысына қоғамдық қордан қаржы қарастырылады. Қолды болған жекенің тауарларын қайтадан қалпына келтіру үшін даму қоры жеңілдетілген пайызбен кәсіпкерлерге несие ұсынатын болады. Жаңаөзеннен Дархан Әбдуахит және Рамил Қожабаев, хабар агенттігі.